Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Біздің кезекті тақырыбымыз кәмелетке толмағандар ұжымы және оны қалыптастыру жолдары. Тақырыптың кіріспесіне келетін болсақ, жалпы ұжым ұғымы және оның ерекшеліктеріне тоқталайық. Ұжым бұл ортақ қоғамдық пайдалы мақсаты, бірлескен іс-әрекеті, өзін-өзі басқару органдары және жауапты тәуелділік қарым-қатынастары бар адамдардың жоғары ұйымдасқан тобы. Ал кәмелетке толмағандар ұжымының басты ерекшелігі ол тұлғааралық қатынастардың серпінділігі, яғни жасөспірімдер арасындағы статустың тез өзгеруі. Келесі эмоционалдық, яғни ұжым ішіндегі психологиялық ахуал сезімдерге негізделеді. Келесі референтті топтарға бейімділік, яғни ресми ұжымнан бөлек бейресми шағын топтардың ықпалы жоғары болады. Енді ұжым дамуының кезеңдеріне келетін болсақ, Макаренко бойынша ұжымның қалыптасуы бірнеше логикалық сатыдан тұрады. Кезеңдерге бөлетін болсақ, бірінші кезең қалыптасу. Оның сипаттамасы топ мүшелері бір-бірімен танысады, ортақ талаптар енгізіледі, және де педагогтың рөлі мұнда диктатор ұйымдастырушы, яғни талаптарды тікелей өзі қояды, өзі басқарады. Келесі кезең белсенділердің шығуы, яғни ұжым ішінде мұғалімді қолдайтын белсенділер тобының пайда болуы. Бұл жерде педагогтың рөлі кеңесші, бағыт-бағдар беруші, яғни белсенділер арқылы ұжымға ықпал етеді. Үшінші кезең өзін-өзі басқару. Мұнда ұжым өзіне өзі талап қоя алады, қоғамдық пікірді қалыптастырады, немесе қоғамдық пікір қалыптасады. Бұл жердегі педагогтың рөлі серіктес рөлінде, яғни бағыт-бағдар беріп, оларды бағыттап отырады. Ал төртінші кезең өздігінен тәрбиелеу. Өздігінен тәрбиелеу кезеңі әр тұлғаға ұжымның талаптарын өз талабы ретінде қабылдайды, яғни ұжымның талаптарын өз талабы ретінде қабылдайды. Бақылаушы, педагогтың рөлі бақылаушы, ұжым дербес әлеуметтік ағзаға айналады. Келесі бізде ұжымды қалыптастырудың заманауи жолдары. Бүгінгі таңда дәстүрлі әдістермен қатар цифрлық және интерактивті тәсілдерді қолдану маңызды. Мысалға, біріншісі перспективалы сызықтар жүйесі, яғни ұжым алдына үнемі мақсаттар қою. Мысалға, жақын арадағы мақсаттар ол бірлескен саяхат, киноға бірге бару деген сияқты болуы мүмкін, ал орта мерзімді ол мектепішілік жоба, фестивальге дайындық сияқты бір жоспарлы іс-шараға дайындалу процесі болуы мүмкін. Ал келесі алыс мерзімді ол оқу жылының соңындағы үлкен жетістікке, мамандықты таңдауға деген ұжымның мақсаттары болуы мүмкін. Келесі Ә кезеңінде цифрлық ынтымақтастық, яғни digital collaboration, ұжымдық рухты виртуалды кеңістікке нығайту. Яғни бұл жерде біріншіден ортақ жобалық тақталар. Яғни осы ортақ жобалық тақталар арқылы осы платформаларда бірлескен жобалар жасайды. Яғни бұл жерде біздің цифрлық интерактивті тәсілдер арқылы жүзеге асырылады. Ол жерде Trello және Miro платформалары мысалға келтіріліп беріліп отыр. Кейін геймификация, яғни ұжымдық жетістіктерді ұпайлар немесе бейджер жүйесі арқылы ынталандыру. Келесі storytelling әдісі, бұл жердегі ұжымның жеке тарихын видео, архив, цифрлық шежіре жасау арқылы жазу. Яғни ұжымды қалыптастырудың осындай цифрлық және интерактивті тәсілдері. Яғни олар цифрлық құралдар арқылы ұжымдасып, осындай бір тапсырмаларды орындауы мүмкін. Келесі ұжымды қалыптастырудың заманауи жолдарының тағы бір түрі ол тұлғалық статусқа ықпал ету. Яғни ұжымдағы аутсайдерлерді, яғни оқшауланған балаларды әлеуметтендіру үшін оларға табысқа жету жағдайын жасау. Яғни топ ішінде ұжымдық
жұмысқа бағыт бере отырып, оның ішіндегі аутсайдер балалармен арнайы жобалық жұмыстарды ұйымдастыру. Мысалы, цифрлық технологияны жақсы білетін оқушыға ұжымдық презентацияны безендіруді тапсыру. Яғни ол сыныпта өзін аутсайдер оқшауланған сезінсе де, бірақ ол цифрлық технологияны жақсы меңгеру арқылы сол ұжымдағы өзінің беделді орнын ала алады деген ұстаныммен. Келесі әлеуметтік педагог пен тәрбиешінің іс-әрекеті. Бұл жерде ең алғашқы ол диагностика әрине, яғни социометрия әдісі арқылы топ ішіндегі көшбасшылар мен оқшауланғандарды анықтау. Әр топта, әр ұжымда өзінің топтың көшбасшысы және де оқшаулану, яғни аутсайдерлер болуы мүмкін. Диагностика арқылы осыны анықтап алу маңызды. Келесі қоғамдық пікірді басқару, яғни ұжымда жақсы мен жаманды ажырататын ортақ құндылықтар жүйесін орнату. Келесі дәстүрлерді қалыптастыру. Дәстүрлерді қалыптастыру этапында әр ұжымның өзіне ғана тән рәміздері, мерекелері, әзілдері немесе өздерінің бір ортақ іс-шаралары деген сияқты, қызығушылықтары деген сияқты дәстүрге айналған сондай бір ортақ қызығушылықтарын қалыптастыру болып саналады. Бұл жердегі маңызды түйін ол ұжым бұл мақсат емес, тұлғаны қалыптастырудың құралы ретінде қабылдау. Яғни мықты ұжымды ғана кәмелетке толмаған бала өзін-өзі, тек мықты ұжымда кәмелетке толмаған бала өзін-өзі қауіпсіз сезініп, әлеуметтік дағдыларды меңгере алады. Яғни ұжымның тұлғаның дамуына және де әлеуметтік ортадағы оның өз орнын табуға ұжымның маңызы өте зор. Осы жерде енді бізде бір тәжірибелік тапсырма студенттер үшін, яғни кәмелетке толмағандардың қиын тобын, мысалға мінез құлқындағы ауытқуы бар жасөспірімдер немесе тағы басқа, яғни осы қиын топтағы балаларды біріктіруге арналған Digital Team Building жоспарын құрып көріңіз. Осы қиын балалардың ортақ бір қызығушылығына бағытталған немесе оларды біріктіретін бір тақырып аясында сіз бір өзіңіздің жоспарыңызды құрып көріңіз. Келесі тапсырма, қандай қосымшаларды немесе ойын элементтерін қолдану арқылы сіз осы жоспарларды жүзеге асырар едіңіз. Бұл бізде жаңағы диджитал немесе информациялық немесе жаңағы түрлі заманауи интерактивті бағыттарда қарастыруға болады. Яғни қандай қосымшалар арқылы немесе қандай ойын элементтері арқылы сіз осы жоспарларды жүзеге асырар едіңіз. Қиын топтағы балаларды біріктіру, оларды бір ұжым ретінде қалыптастыруда. Осы сұрақтарға жауап айта отырып, бүгінгі тақырыпты қорытындыласақ. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.